Каналыма қош келдіңіз. Бүгін ең дәмді, ең жұмсақ болып шығатын, творог қосылып жасалатын пирог дайындаймыз. Видеоны қарамас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Осындай жұп-жұмсақ, ерекше дәмді болып шығады. Құрамы өте қарапайым және оңай жасалады. Бір жасағаныңыздан шығатын пирог. Ендеше жасайық. Бисмиллах. Ең алдымен таза құрғақ ыдысымызға жұмыртқаларымызды жарып аламыз. Үстінен қант саламыз. Сосын ванилин қосамыз. Ванилин қалауыңыз бойынша, ұнамаса қоспасаңыз да болады. Барлығын осылай араластырамыз. Қантымыз толық еріп, біркелкі болғанша араластырамыз жақсылап. Осы массамыздың үстінен ерітілген май немесе маргарин қосамыз. Тағы да бір рет жақсылап араластырып аламыз. Енді үстінен творогымызды саламыз. Кез келген творогты қолдансаңыз болады. Домашний творог салсаңыз да болады. Венчигімізбен жақсылап араластырып аламыз. Енді електен өткізілген ұнды саламыз. Қамыр қопсытқышын саламыз да, барлығын біркелкі болғанша араластырамыз. Бұл пирогты күнде жасасаңыз да жалықпай жейтін пирогтардың бірі. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіз. Өте оңай. Бұл пирогтың үстіне мен осындай персиктерді жуып шайып, кесіп салатын боламын. Міне кесіп дайындадым. Пирогты мен осындай формада пісіретін боламын. Диаметрі 26. Астыңғы жағына пергамент төсейміз. Пирогымыздың қамырын лопатканың көмегімен жақсылап бір рет араластырып аламыз. Содан кейін формамызға толықтай жайып шығамыз. Пирогтың үстіне енді бағана кесіп дайындаған персиктерімізді осылай орналастырып шығамыз. Пирогтың үстіне ештеме салмай-ақ пісіріп алсаңыз да болады, өте дәмді болып шығады. Немесе персикті алмамен, алмұртпен, сливамен алмастырсаңыз да дәмді болады. Осымен пирогымыз пешке салуға дайын. Алдын ала қыздырылған пешімізге салып пісіріп аламыз. Міне пирогымыз дайын. Формасынан толық суғасын бірақ шешеміз. Осындай әдемі түсті болған кезде алып қоямыз. Пирогымыз толықтай суыды. Енді формасынан шешіп аламыз. Міне біздің пирогымыз осындай өте әдемі болып шықты. Енді әдемілеп осы қант ұнтағын себеміз. Бұл пирогымыздың ерекшелігі сонда тез дайындалады. Пирог толық суғаннан кейін барып кескен дұрыс. Сонымен қоса менің каналымда осындай оңай жасалатын пирогтардың, торттардың түрлі рецепттері бар. Кіріп көрсеңіз болады. Бүгінгі рецепттің ерекшелігі миксерсіз дайындадық. Егер миксеріңіз болмаса, венчикпен осылай пирог жасап жесеңіз болады. Бұл пирог өте нәзік, сондай дәмді болып шығады. Сондықтан жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.